Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай әдемі тәп-тәтті шығыс пирогы мен сүзбелі пирогты дайындайтын боламын. Осындай жұмсақ болып шығады. Оған керекті заттарым: бір маргарин, бір кесе сүзбелі творог, бір кесе қант. Осылардан енді бәрін араластырып, маргаринімізді әбден езіп, порошок жасап аламыз. Әбден астық пен қантқа араластырып аламыз. Ұнтақ қылдырып. Енді осыған жұмыртқамды салам. Бір жұмыртқа салдым. Осында араластырып аламыз. Ұнымызды салып, енді жұмсақ қамыр басамыз. Мен қамырыма бір қасық какао қосып жібердім. Сонда осындай қоңырқай дәмді болып шығады. Осыны салафанға салып қоя тұрамыз кішкене. Оған дейін арасына салатын сүзбесін дайындап аламыз. Оған менде сүзбелі ірімшік, творог, яғни бір кесе қаймақ, осыларды араластырамыз. Үш жұмыртқа саламыз. Енді тағы араластырып аламыз әбден. Енді мен осыған кукурузный крахмал қостым. Әбден араластырып болғасын, бір қасықтай кукурузный крахмал қостым. Кукурузный крахмал. Бір қасықтай ванилин қостым. Бір кеседей қант салдым. Тәттілігі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Осылай әбден бәрін араластырып аламыз. Енді менде дайын тұрған мына басып қойған наным. Осыны екі бөлікке бөліп аламыз. Пергамент төселген осындай формамызға жайғастырып аламыз, жайып барлығын. Мен жасап алдым. Енді осыған жаңағы творогымызды, сүзбемізді құямыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Мына менде екінші шығыс пирогы. Мен оны осылай оқтаумен жайып алдым. Оқтаудың көмегіне жүгіндім екіншісін. Сіздер де осылай жасап көріңіз. Тәп-тәтті, жұмсақ болып шығады. Бір жасағаннан дәмді шығатын бәліштер. Екіншісін осындай табаға жасап аттым. Екеуін де пешке пісіріп аламыз.
Анден ол жайып аламыз, табамыздың ісіне келтіріп. Оған мен кішміш салдым, üzüm, грецкий орех салдым, грек жаңғағын. Сосын мынадай мармалад конфеттер салдым. Қолымдағы бар заттар. Осының бетіне енді консервідегі қойытылған сүтті құямыз. Не осындай қылып құя қоямыз. Бұны да қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Міне сонда осындай екі түрлі пирог шығады. Шығыс пирогы, сүзбелі бәліш пирогы. Ас болсын. Рахмет баршаға.